Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде сіздермен сабақ 5 толқынды модель. Вируста баға қозғалысы белгілі бір 5 толқынды структурадан тұрады. Получается, алдыңғы сабақтарда айттым уже импульс коррекциядан тұрады деп, иә, сол импульс коррекцияның қосындысынан бір толыққанды структура шығады. Негізгі структура, ол структураның негізгі толқындары ол пси-волновка, яғни 5 толқын. Әрі қарай сосын тағы да коррекционный циклы бар. Давайте сразу айтып кетейін. Белгілі бір қозғалыс, иә, жалпы 8 толқыннан тұрады. Оның ішінде 1, 2, 3, 4, 5, иә, 5 толқын және де коррекциялық 3 толқыннан тұрады. А, Б, С. Мынау жалпы полноценный мына 8 қозғалыстың барлығы, иә, бізде не деп аталынады? Цикл деп аталынады. Полноценный бір цикл. Осы бір цикл біткеннен кейін баға либо осы аптрендті жалғастырады, иә, келесі циклға қарай 3, 4, 5 и АБЦ коррекция, либо не істейді, слом структуры болады, яғни аптренд даунтрендке ауысуы мүмкін. Получается, әр циклдің қалай қарай баратыны туралы бірінші, екінші толқын пайда болғаннан кейін белгілі болады. Келесі жаңағы цикл қандай болатындығы туралы. Жалпы айттық, жаңа 8 неде тұрады? Қозғалыстан тұрады. 8 қозғалыстың толқынның, иә, ішінде екі түрлі фаза бар. Былай жасайық. Әрбір атау, иә, мысалы бірінші қозғалыс, бірінші толқын, мынау екінші толқын біткен жерден қойылады. Яғни бірінші толқын мынау, ол мына жер. Мына жер бірінші толқын. Иә? Осы бірінші толқын біткен жерге бізге міне 1 деген цифрды қоямыз. Одан кейін екінші толқын мынау жер. Келесі үшінші толқын міне. Одан кейін төртінші толқын, бесінші толқын және А, Б, И, С коррекция. Иә? Санасаңыздар, вообще 5 толқыннан тұрды. Әрбір цикл 5 толқыннан тұрады. Әрбір цикл 5 толқыннан. Енді қараңыздар. Біздегі мынау 1, 2, 3, 4, 5 бұл аттрend, яғни трендпен бірге қозғалып тұрғандықтан, помните импульс коррекцияны, бұл импульсный фаза деп аталынады. Мынау 1, 2, 3, 4, 5-іміз бізде импульсная фаза, яғни екі фазадан тұрады, иә. Және АБЦ бұл бізде коррекционная фаза. Коррекционная фаза себебі не? Себебі бізде тренд аптренд, тренд аптренд, и трендке қарсы жүрген қозғалыс всегда бізде коррекция. Трендпен бірге жүрген қозғалыс всегда ол бізде импульс. Получается импульсная фаза и коррекционная фаза. Логикасын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Дальше кеттік. Енді қараңыздар. Импульсті фазаның ішінде 3 импульс және 2 коррекция бар. Бағана айттық, импульсның қозғалыстың барлығы бұл немен трендпен бірге жүрген қозғалыс, иә. Қараңыздар, енді осы жерден уже логически өздеріңіз көріп тұрсыздар. 3 импульс деген ол бізде бірінші толқын, импульсті толқын, үшінші толқын және бесінші толқын, бұлар импульсті толқындар. Ал екінші толқын және төртінші толқын бұл бізде коррекционный толқындар. Түсінікті ғой? Себебі бізде мына жердегі тренд, аптрендпен, иә, жоғарыламалы трендпен бірге қозғалған толқындар мына, иә, жоғары қозғалып тұр, жоғары қозғалып тұр, жоғары қозғалып тұр. Бұлардың барлығы бізде импульсті толқындар. Яғни 1, 3, 5 бұл бізде импульсті толқындар. Және 2 мен 4 бұл бізде коррекциялық толқындар. Так, дальше кеттік. АБЦ коррекцияның өзінде қазір мен сіздерге конспект жазатындай қылып тағы да жазып беремін. АБЦ коррекцияның өзінде 2 импульсті, 1 коррекциялық толқын бар. Яғни
абц коррекцияның өзінің иә локальный иә жергілікті мына қозғалыстың өзі бізде кішігірім даунтренд иә кішігірім даунтренд. Соответственно осы даунтрендпен иә бір төмендемелі трендпен бірге қозғалып тұрған қозғалыс ол мынау а және с толқындары иә міне төмен и төмен тренд бізде төмен. Дальше ал б қозғалысы бұл бізде коррекциялық қозғалыс. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді конспект жазуларыңыз үшін белгілі бір нені бойды түйіп жазып қояйын мұнда. Бес толқынды модель модель м, цикл 8 толқыннан тұрады. Бір цикл 8 толқыннан тұрады. 8 толқынның ішіндегі м, екі түрлі фазадан тұрады. Иә, 8 толқын екі фазадан тұрады. Екі фаза бұл импульсті фаза және коррекциялық фаза. Импульсті және коррекциялық фазадан тұрады. Импульсті фазаға жататын толқындар ол 1, 2, 3, 4, 5, иә? Ал коррекциялық фазаға жататын толқындар бұл бізде А, Б, и С толқындары. Жаңағы айтқан нәрсемді сіздерге просто конспектировать етіп жатырмын. Одан кейін импульсті фазаның ішінде, иә, импульсті фаза айттым ғой, 1, 2, 3, 4, 5 деп, иә. Осының ішіндегі өзінде импульсті фазада импульсті фазада 3 импульс және 2 коррекция бар. 3 импульс және 2 коррекция бар. 3 импульс ол жаңа айттым 1, 3, 5 импульс толқындар уже бұл, иә? Толқындар 1, 3, 5. Ал коррекциялық толқындар бұл бізде 2 және 4. Ал абц коррекцияда, яғни коррекциялық фазада бізде 2 импульс және 1 коррекциялық толқын бар. Бұл толқынның ішінде импульсті толқындар А және С, ал коррекциялық толқын бұл бізде Б. Түсінікті, иә? Так, дальше кеттік. Енді қараңыздар. Бұл әрбір толқынның пайда болу 3 ережесі бар. Негізгі 3 ереже толқында анализдің толқында структураның пайда болуына, иә. Екінші толқын бірінші толқынның бастамасын қиып өтпейді. Яғни, бірінші толқынымыз мынау. Осы бірінші толқынның бастамасы деп тұрған ол мына жер. Мына жер, иә, міне. Басталып тұрған жер осы. Осы бастамасының оригинін біз сызып қояйық, деңгейін, осылайынан сызып қояйық. Бұл деңгейін мына екінші толқын басып былайынан өтпеу керек. Яғни, былай өтіп кетті. Помните, бізде импульс коррекцияның ережесі бойынша
если коррекция импульстан үлкен болып кетсе, мынау уже импульс болып саналады. Уже мына жерде бізде слом идет, иә, слом структуры, кейін слом структуры түсінесіздер. Получается, мынау бізде уже циклдың өзгергендігін білдіреді. Сондықтан бірінші ереже бұл қатып қалған, иә, уже ни в каком случае мынау екінші толқын бірдің бастамасының өзгергеннен деңгейін қиып өтпеу керек. Қиып өтті ма, сізде все, мынау уже сізде полноценный волновой анализге сәйкес келмейді. Сіздің волновой анализіңіз басқа жерден басталып тұр деген сөз. Түсінікті, иә, бірінші ереже кетті. Екінші ереже, үшінші толқын мынау ешқашан басқа толқындардың ең кішкентайы бола алмайды. Орташасы болуы мүмкін, ең үлкені болуы мүмкін, бірақ ең кішкентай бола алмайды. Ол не деген сөз? Мысалы, бір ұзын диск, 5 ұзын диск, и 3 мынандай бола алмайды. Егер былай болса, сіз, значит, үшінші толқынды дұрыс тауып тұрған жоқсыз деген сөз. Скорее всего, ол кезде мынау үшінші толқын, и сізде әлі бесінші толқын болу керек деген сөз. Түсінікті, иә? Получается, үшінші толқын никогда в жизни сіз мынандай толқынды үш деп былай қоя алмайсыз. Себебі бұл, мынау бірді қиып өткен жоқ, біріншіден, екіншіден ең кішкентай болып қалды. Үшінші толқын былайынан орташасы болуы мүмкін, иә? 5 ең ұзын болуы мүмкін, немесе 1 ең ұзын болуы мүмкін. Но при этом 3 бізде орташа болуы мүмкін, иә? Но ең кішкентай никогда бола алмайды. 3 ең ұзын болуы да мүмкін. Иә? Получается, негізгі ереже, үшінші толқын никогда в жизни 1 мен 5-тен совокупно кішкентай бола алмайды. Бұл екінші ереже. Үшінші ереже, бұны конспектировать етіп жазып, уақыттарыңызды алмай ақ қояйын. Мен айтып отқанда тоқтатып қойып жазып алыңыздар, иә? Үшінші ереже бұл төртінші толқын, мынау толқын, бірінші толқынның аяқталған деңгейі бар ғой, мына жерде аяқталып тұр ғой, мына бастамасы, мынау аяқтамасы. Аяқтамасының аяқталған деңгейін қиып өтпеу керек, иә? Но часто бывает, что төртінші толқын, мына бірінші толқынның аяқталған деңгейін тестировать етіп, қайтадан басталады. Осындай ситуациялар болады. Егер осындай ситуациялар болып жатса, ничего страшного, такое бывает. Сондықтан имейте в виду. Но при этом ереже бойынша максимально төртінші толқын бірдің деңгейін аспайды. Но ни в коем случае мынандай болуы мүмкін, бірақ мынандай болуы мүмкін емес. Яғни, получается, бірдің бастамасын ни в коем случае 4 аспайды. Егер 4 бірдің бастамасынан асып кетсе, значит, сізде уже тренд нисходящий идет, иә? Получается, сіз уже мынау структура бітті, уже келесі структура 5 толқында модель басталып жатыр деген сөз. Түсіндіре алды деп ойлаймын. Яғни 3 ереже. Бірінші ереже, сіздер ол ереже көмектеседі, чтобы толқынды анықтау үшін, иә. Бастапқы уақытта сразу айтамын, толқындауды анықтау кішкене қиындау болуы мүмкін, себебі бұған біраз практика керек. Но потихоньку графикта отырып үйреніп кетесіздер. Бірінші ереже, міндетті түрде екінші толқын, бірінші толқынның бастамасының деңгейінен қиып өтпеу керек. Бұл бірінші. Екіншісі, үшінші толқын никогда в жизни басқа екі толқыннан кішкентай болмайды. Ол ортаншысы болуы мүмкін екі толқыннан, немесе барлығынан ұзын болуы мүмкін. Үшінші ереже, төртінші толқын, бірінші толқынның аяқталған деңгейін, мынау тұрған деңгейді қиып өте алмайды, иә? Все, түсінікті болды деп ойлаймын. Әрі қарай давайте графиктан примерно тауып көрейік. Нисходящий, да, то же самое, просто вот нисходящий идет вот 2, 3, 4, 5, А, Б, С коррекция. Дәл осылай просто төңкерілген түрі болады. Мынау бірінші толқын, мынау екінші толқын, мынау үшінші толқын, мынау 4, мынау 5, мынау А, мынау Б, мынау С. Соответственно, бұл бізде нисходящий болғандықтан біздің импульсный толқындарымыз, импульстық фазамыз мынау болады, иә, мына 5 толқын. Коррекциялық фазамыз мынау АБЦ толқындары болады. Соответственно, мұндағы импульсті нелеріміз, толқындарымыз мына 1, 3 және мынау 5, иә? Коррекциялық толқындарымыз мынау 2, мынау 2. Так, дальше кеттік. Қараңыздар енді. Мұнда бізде, например, скажем, вот, например, скажем, мына жерді алайық, мысалы. Мына жерді қарасаңыздар, мына жерді қарасаңыздар, траекториямен сызсаңыздар да болады, иә? Мысалы, ломаный линиямен сызсаңыздар да болады. Разница міне. 1, 2, 3, 4 и 5 идет. Потом А, Б, С коррекция. Түсінікті, иә? Қараңыздар, мынау полноценный бізде 8 толқынды цикл.
иә, 5 толқынды модельдің мына 8 толқынды циклы, полноценный бір толқын. Біздегі мынау қозғалыс, мынау тұрған қозғалыс, мен бір сағаттық таймфрейммен қарап отырмын қазір, иә. Мынау тұрған қозғалыс бізде бұл бірінші толқын. Мынау тұрған қозғалыс бұл бізде екінші толқын. Мына қозғалыстың барлығы бізде үшінші толқын. Мына қозғалыс төртінші толқын. Ал мына қозғалыс бізде бесінші толқын. Мынау А коррекция, мынау Б коррекция, мынау С. Полноценный АБЦ коррекциясы. Енді қараңыздар, бағанағы ереже бойынша бірінші толқынның бастамасы міне тұр. Міне тұр бірінші толқынның бастамасы. Екінші толқынның аяқталған жері міне тұр. Екінші толқынның көрдіңіздер, асып кеткен жоқ. Бірінші толқынның міне бастамасының уровені, мына жерден бүйтіп сызып алсақ, міне тұр. Бұл уровеньнен асқан жоқ, мына жерден бітіп тұр екінші толқын. Көрдіңіздер ғой, потом үшінші толқын, екінші ережеміз, үшінші толқын, мына тұрған қозғалыс, екеуінен де кішкентай емес. Бір ең кішкентай болып тұр бізде. Дұрыс қой, екінші ережеміз бар. Үшінші ережеміз бойынша бірінші толқынның аяқталған деңгейінен төртінші толқын аспау керек. Міне бірінші толқынның аяқталған деңгейі міне тұр. Иә, ал төртінші толқын мына жерде міне тұр. Түсінікті ғой? Получается, ол былай қарай асып кеткен жоқ. Иә? Мына жерден бітіп тұр. Мына деңгейге жеткен жоқ. Все, бізде үш ережеде орындалып тұр. Біз мына жерден дұрыс таптық. Волновикті, давайте мына жерді қарайық мына. Бір, екі, үш, төрт, бес. Мына жерде бесінші толқын ең кішкентайы. И А, Б, С коррекция. И дальше уже бізде восходящий тренд. Қараңыздар, мына жерде бізде бір цикл. Бір цикл аяқталғаннан кейін уже мына жерде келесі цикл басталған. Мына жерде нисходящий тренд и восходящий тренд. Восходящий тренд басталған, соответственно, бағанағы неміз бойынша міне 1, 2, 3, 4, 5. И дальше келесі цикл бізде нисходящий. Одан кейінгі цикл восходящий, видите? И бір восходящий циклымыз міне уже екінші циклға ауысып бара жатыр, үшінші циклға кетіп бара жатыр, иә? Мына жерде бізде міне уже. Кейін мынаның бәрі практикаға келеді, қорықпаңыздар, иә? Потихоньку келеді мына бәрі. Анализдің барлық анализ жасау техникасы демекенші. 1, 2, мұнда мынау 3 и 5-ші толқын потихоньку Құдай қаласа басталу керек. Осылай анализ жасайсыздар. Қараңыздар, мына жерде бағана айттым, мына қараңыздар, мынау нисходящий тренд. Мынау бірінші толқын, импульс, екінші толқын коррекция, үшінші толқын импульс, төртінші толқын коррекция, бесінші толқын импульс. Мынау бізде А, мынау Б, мынау С. Дальше. Ережеміз бойынша бірінші толқынның бастамасы міне тұр. Басталған жері міне тұр. Бірінші толқынның бастамасынан екінші толқын асып тұрған жоқ. Видите, мына жерден бітіп тұр екінші толқын. Мына жерде ойылды. Келесі, үшінші толқын екеуінен де кішкентай емес. Ең кішкентай бізде бесінші толқын. Значит, біз үшті правильно определили. Дальше, төртінші толқын бізде бірінші толқынның аяқталған жері міне тұр. Бірінші толқынның аяқталған жерінен асып кетіп тұрған жоқ, жоғары қарай көтеріліп тұрған жоқ. Мына жерден аяқталыстырып. Осылай бізде үш ережемізді орындалды и әрі қарай жұмыс жасалады. Потихоньку понимание келеді, сразу қорықпаймыз, потихоньку үйренеміз. Міндетті түрде ережелерін жазып алыңыздар. Міндетті түрде неше этаптан тұратын барлығын қараңыздар и графиктан дұрыс болсын, бұрыс болсын іздеп көре беріңіздер. Практикамен потихоньку уже үйренесіздер. Все, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше.